Түлкі мен қасқыр. Күндердің күнінде түлкі мен қасқыр дос болыпты. Бір күні түлкі қасқыр досының үйіне барса, қасқыр досы аш отыр екен. «Ей, досым, менің қарным ашты. Бір амалын тауып мені тойғызшы», дейді. Досы айтқан соң түлкі қайтып шыдап тұрсын, дереу барып бір адырда жайылып жатқан бір қора қойдың ішінен бір тоқтыны досына әкеліп береді де өзі кетіп қалады. Содан қасқыр тоқтыны жейін деп тұрғанда тоқты айтады: Қасқыр, мені қазір жегенімен құр аузына татымаймын. Одан да мені қоя берсенші. Күзге шейін шөп жеп семіріп келейін, сол кезде жерсің, дейді. Қасқыр айтқанына көніп, оны қоя берді. Қасқыр тоқтыдан айырылып, қарнын ашқанына шыдай алмай, түлкі досына барып айтады: «Ей, досым, жаңаға әкелген тоқтының арық екен. Ол қазір жегенімен аузыма татымайды. Одан да мені қоя бер, күзге дейін семіріп келемін, сол кезде жерсің», деді маған. Оның сөзін мен мақұл көріп, оны қоя бердім. Енді досым, бір семіз қой әкеліп бер, дейді. Адырда жайылып жүрген тегін қойды аяйсың ба? Түлкі тағы барып, бір үлкен семіз қойды әкеліп беріп, өзі тағы да кетіп қалды. Қарны ашып тұрған сорлы дереу жейін деп жатқанда: «Тақсыр, мені бір өзіңіз тауса алмайсыз. Мен осы жерде тұрайын, сіз барып жолдастарыңызды ертіп келіңіз», деп қой жалынды. Қасқыр қойдың сөзін естіп: «Мақұл, сен осы жерде тұра тұр, мен жолдастарымды ертіп келейін», де кетіп қалды. Осы сәтті пайдаланып, қой қорасына қарай қаша жөнелді. Қасқыр жолдастарын ертіп келсе, баяғы уәделі жерінде қой жоқ. Бұл қойдан осылайша айырылып, қасқыр түлкі досына тағы барады. Оның барғандағы жұмысы баяғы қу тамағы қой. Досына барып, бастан аяқ болған оқиғаны айтып: «Ей, досым, қайыр қылсан бүтін қыл деген емес пе? Сен де енді қайырынды бүтін қыл», деп сөзін қысқартады. Түлкі досының бұл айтқанына мақұл көріп, бір шұңқырдан шыға алмай жатқан бір атқа апарып, «Осыны жей ғой», дейді де өзі анандай жерге барып қарауылдап тұрады. Қасқыр атты жеймін деп әрекет қылып жатқанда ат қасқырға айтады: «Ей, қасқыр, менің табаныма кіріп тұрған бір шеге бар. Бірнеше күннен бері азаптанып жатырмын. Тым болмаса сол шегені алып тастап, одан кейін жесең ризамын», деп артқа аяғын көтеріп: «Шеге осы аяғымда», дейді. Қасқыр «Алсам алайын», деп аттың табанына қарай бергенде, ат әрекет қылмай қалсын ба бастан салып жібереді. Қасқыр қан қиытып, тұмсығы даладай қан болып жатқанда, сондағы түлкі досының қасқыр досына қылған жәрдемі: «Сенен ақ күйдім ғой», деп сол жерде қасқырды сойып, терісін алып, досынан бір ішік киіп өз жөніне кетеді.